Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Сіздің сұрағыңызға ағаштарды қай уақыттан бастап дәрілеу керек, құрт түспеу үшін және түйіндер түспеу үшін деген сұрақтың жауабын осы видео форматта берейін дедім. Біріншіден аз уақыт алады, осылай жазып отқаннан кейін. Екіншіден түсіндіріп болуы мүмкін, осылай бетпе-бет деген сияқты ғой. Енді алмаларыңыз жылда құрттайтын болса, негізі оған қарсы дәрілеуді гүлдеп біткеннен кейін басталады негізі. Өйткені гүлдеп жатқан кезде бәрін білеміз, көпшілігіміз. Құрт өлтіретін дәріні шашуға болмайды. Өйткені ол құрт өлтірумен қоса, ол жерде тозаңдандырушы жәндіктерді өлтіріп қояды, пайдалы жәндіктерді. Сіз таңертең немесе кешке шашқанның өзінде, егер оның репеллент қасиеті болатын болса, иісі жаман болатын болса, олар араларды жанасты тозаңдандырушы жәндіктерді жақындатпайды, яғни ол жерден келгісі келмейтін болады иіске байланысты. Сол үшін жеміс ағаштар гүлдеп біткеннен кейін, толық гүлдеп біткеннен кейін бастайсыз өңдеуді. Сосын арасын енді белсенділігіне байланысты алма жемірі деп айтады ғой негізі, яблони плодожорка. Көбінесе сол түседі, жемістер сол жарақаттайды. Арасын 8-10 күн, немесе 10 күн, 12 күн содан жасауға болады. Жаңа айтқандай, ол көбелектерді белсенділігіне байланысты. Одан кейін жемістердің түсуі де бірнеше себебі бар. Түйін түйді, мысалы, түйіннен кейін түсе бастайды біреулер, желмен түсіп қалады деген сияқты, қатты жел болса, ол түсінікті. Одан басқа оның себептері бар. Біріншіден ағашқа ылғал жетіспесе, яғни топырақта ылғал аз болса, бұл кезде ол тірі ағза болғандықтан ағашта ол өзі бағдарлай алады бойындағы өнімділікті, қаншасын пісіріп жетілдіре алам, қаншасына энергиям жетпейді деген сияқты. Сол үшін ол жерде не жасайды, абортизация дейді, немесе стерилизация деп айтады, солай жасайды. Одан кейінгі бір мәселе не ылғалдың өте көп болуы. Егер ылғалды өте көп болатын болса топырақта, оттегі азайып кетсе, физиологиялық шөлдеу деп атайды оны. Ол кезде де жемістері, түйіндер түсе бастайды. Одан кейінгі мәселе қоректік элементтердің жетіспеуі. Егер топырақта қоректік элементтер аз болатын болса, онда ол соның деңгейіне байланысты ағаштар да артығын пісіре алып жеткізе алмайтынын тастайтын болады. Бұл жерде бұның шешімдері кері бағыттары. Қоректік элемент жетіспейтін болса, қоректік элементтерін бересіз. Мүмкіндік болатын болса, бірінші органикалық тыңайтқыштардан бастайсыз. Егер де оған уақыт аз болатын болса, таза тез сіңімді болады, минералдық тыңайтқыштарды бересіз. Аммофос бересіз, суперфосфат бересіз. Карбамид берсеңіз болады. Бірақ ол кешенді болу керек, тек қана азот емес. Одан кейін тағы да бір мәселелері, кейде бір микроэлементтер жетіспегенде болады, жаңағы қоректік элементтер аздың ішіне кіріп кетеді. Өйткені кейде кальций жетіспесе деген сияқты сондай мәселелер болып жатады кейде. Одан кейін нелер бар? Біте деген зиянкес бар. Ол да қатты жас шығып жатқан жапырақтарға өте қатты шабуыл жасайды. Жас үлкейіп кеткен жапырақтарға ол күш жетпейді олардың көбінесе. Өйткені бет қатайып қалады жапырақтың. Сол кезде өте көп шабуылдайтын болса, ол да негізі қатты зиян тигізеді. Оған түрлі аккаратсистермен жұмыс жасасаңыз болады. Жаңа дәрілеуді айтуды ұмытыппын. Дәрілеуге түрлі нелерін бастай бересіз ғой. Ең мысалы биопрепаратпен жұмыс істеймін десеңіз, өзіміздің қазақ карантин және өсіп қорғау ғылыми зерттеу институтының шығарған ақкөбелек деген препараты бар. Ол биохимиялық емес, зиян жоқ. Соны шашсаңыз болады. Егер ол болмайтын болса, табылмайтын болсаңыз, оны кәдімгі перитроидтардан бастайсыз. Паста, карате деген сияқты. Солармен бастаған дұрыс. Негізі соларды жетіп артылады негізі. Ал жаңағы бітеге қарсы қолданатын болсаңыз, ол кезде вертимек деген әдемі нәрсе бар. Аберон рапид деген бар. Амайт деген бар. Соларды қолдансаңыз болады. Сосын тағы да
жапырақ арқылы да қоректендіруге болады ағаштарды. Бұған әсіресе жапырақ арқылы бор темір элементтерге әдемі болады. Одан бөлек тағы да дәрілеудің бір түрі ол ауруларға қарсы дәрілеу. Бұл жерде ол тас қотыр ауруы парша, сосын ағынтақ ауруы. Оларға қарсы өңдеуді ағаштар бүршік жара бастайды ғой. Сол кезде бастайды. Ол жерде мыс сульфатын шашады, медный купоросты 100 грамм мыс сульфатын 10 литр суға ертіп соны шашады. Содан бастайды. Ары қарап соны бір рет қайталауға болады, одан кейін басқа жүйелі фунгицидтерге өтуге болады. Стробий деген сияқты, скор, топаз деген сияқты соларға ауысуға болады. Енді бұның бәрі қажеттілік бойынша жасалынады. Егер есік алдында аманыз болмаса, көп бірден химиялық препараттар құя беру дұрыс емес. Есік алдында адамдар жүреді, балалар болады. Жиі өңдеу адамдар денсаулық қойса зиян тиюі мүмкін. Сол үшін тек қана қажеттілік бойынша жасалынады. Қысқасы деп айтып бердім, ұзақ болды. Осы уақыттан болса ары қарап жалғастырайық.